Балалардың психикалық денсаулығы алаңдаушылық туғызады. TikToktағы кейбір контент балалардың мінез құлқына теріс әсер етіп, оларды жалған идеяларға жетелеп, тәуелділікке әкелуі мүмкін. Киберқауіпсіздік қазіргі заманғы цифрлық әлемнің басты мәселелерінің бірі. Қазақстанда да киберқауіпсіздікке назар аудару өте маңызды. Өйткені жеке және мемлекеттік мәліметтердің қорғалуы ұлттық қауіпсіздікпен тікелей байланысты. Мәліметтердің құпиялылығы да үлкен алаңдатушылық туғызады. Қоғамдық тұрақтылықты сақтау мақсатында да шектеулер қажет. TikTokта жалған ақпарат пен араңдатушы мазмұндардың таралуы елдегі әлеуметтік тұрақтылыққа теріс әсер етуі ықтимал. Жалған ақпараттың кеңінен таралуы қоғамда дүрбелең тудырып, қоғамдық пікірді бұрмалауы да мүмкін. TikTok желісінде соңғы уақытта стрим форматында өткізілетін жарыстар кеңінен таралып, олардың аясында жеңілген адамға жеңімпаз тарапынан әртүрлі тапсырмалар беріледі. Аталған тапсырмалар алғаш қарағанда қызық әрі көңіл көтеруге бағытталған секілді көрінгенмен, олардың кейбіреуі адамның денсаулығына физикалық және моральдық тұрғыда елеулі зиян келтіретінін байқаймыз. Мысалы, зеленка іш, аузыңа шамды сал, іш киіміңді көрсет, өзіңді көлік жуатын кешірмен атқылат және осы секілді бұйрықтар адамның өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіруі мүмкін. Сондай-ақ қоғам алдында адамның абыройын түсіріп, моральдық тұрғыда зорлық көрсетіп, заңнамада қарастырылған азаматтық құқықтарын бұзады. Осы ретте жоғарыда аталғандарды ескере отырып, келесіні ұсынғымыз келеді. Бірінші, TikTok платформасы экстремизмді, радикализмді, сепаратизмді, шектен тыс қауіпті және моральдық құндылықтарға қайшы контенттерді анықтау және шектеу бойынша нақты алгоритмді ұсыну керек. Екіншіден, TikTok платформасы жас балаларды онлайн қауіпті контенттен қорғау мақсатында YouTube Kids баламалы секілді балаларға арнайы арналған желі ұсыну қажет. Үшінші, 13 жасқа толмаған балалардың TikTokта ата-анасының телефонынан кірген жағдайда міндетті түрде Face ID технологиясы арқылы бұғаттау механизмін қарастыру керек. Олай болмаған жағдайда елімізде TikTok платформасын бұғаттауды сұраймыз.